Баршаларыңызға сәлем, Меруерт асханасының көрермендері, каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бірге керемет балық қуыратын боламыз. Қызықты жерлерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Мендегі сазан балығы жақсылап тұрып, аршып, тазалап алдым. Осындай бөліктерге бөліп алдым. Енді әдемі етіп кляр дайындайтын боламыз. 1 дана жұмыртқа, 2 дана, 3 дана пайдалансаңыздар болады. Енді балықтарыңыздың көлеміне қарай. Аз ғана тұзын салып, дәмдеуіштерін салсаңыздар болады. Балыққа арналған дәмдеуіш болса, тұзыңызды, қара бұршыңызды салып, жақсылап тұрып, араластырып алыңыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздер де мүмкін балық қуырғанда бір ерекше бір тәсілмен қуыратын боларсыздар, сонда бөлісе кетсеңіздер. Мен де келесі жолы сіздердің әдістеріңізбен қуыратын боламын. Алғашқыда ұнға, одан кейін клярымызға солай барлығын дайындап аламыз. Осы кезде қазанымызға майымызды құйып, сұйық майымызды ысытып қоятын боламыз. Одан кейін біртіндеп ысыған қазанымызға салып, балығымызды қызарғанша қытырлақ етіп қуырып алатын боламыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, балығыңыз қытырлақ болып, әдемі болып қуырылатын болады. Каналыма тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда түрлі рецептер бар. Қарап, қолдап жүріңіздер. Мені қазаным үлкен болғандықтан, сковородкам үлкен болғандықтан, молынан салып қуырып жатырмын. Осындай кең сковородка болғаны тіптен жақсы. Балығыңызды бірден көп етіп қуырып аласыздар. Одан кейін екінші бетіне ауыстырып 5 минуттай қуырып алсаңыздар, әдемі болып қып-қызыл қуырылады. Одан кейін бөлек ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді сіздер осылай қытырлақ күйінде жесеңіздер де болады, немесе мен сияқты бұқтырып алсаңыздар да болады. Астына осындай орам жапырақты төседім. Одан кейін балығыңызды текшелеп салатын боласыз. Өте дәмді болып шығады. Витаминге толы. Мезгілінде балықты көптеп жеңіздер. Витаминнің барлығы осы балықта. Осындай аз ғана биязыңызды салып, соус жасасаңыздар да болады. Суыңызға 1 қасық томатный пастаңызды салып, үстіне құйып шығасыз. Менде 200 граммдай соус жасадым. Одан кейін бетін жауып 15 минуттай бұқтырып аласыздар. Сіздер осылай орам жапырақ салыңыздар. Не біздің бұқтырылған балығымыз дайын болып қалды. Астына осындай бетіндегі орам жапырағын салып алыңыздар. Одан кейін балығыңызды салып, дастарханыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менің әдісім сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің әдісіммен де жасап көріңіздер. Ерекше дәмді болып шығатынына сөзсіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Сіздермен бірге дәмді тағамдарды жасап бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, күнде бақылап жүруге кеңес етемін. Міне біздің балығымыз дайын болып қалды. Өте дәмді, ерекше болып шыққан. Ас болсын, менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, комментария бөліміне қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.